Мен сізді тай стилінде қарсы аламын. Өйткені мен осыдан тура бір сағат бұрын әлемдегі ең сүйікті қалаларымның бірі Бангкоктағы әдемі қалаға қондым. Мен Стамбулдан жаңа ғана оралдым. Балалар, бәрі жақсы. Бұл ақылсыз сапар болды. Мен Дубайға 5 адаммен бардым. Содан кейін Стамбулға бардым. Және Дато Шриф Виджай, Жирмая, Кунамен 5 күн сонда болдым. Барлық көшбасшылармен таныстым. Түркия дәл қазір рок-н-роллға дайын. Міне, мен Азияға оралдым. Бангкокқа тоқтауды шештім. Таиландтағы қызметкерлермен және хабар таратушымен бірнеше күн өткіздім. Содан кейін Малайзияға оралдым. Сондықтан мен техникалық тұрғыдан 24 сағат бойы ұйықтамадым және әлі де керемет көрінемін. Мен білемін, солай емес пе? Мен өз хабарламамды сәрсенбі күні түстен кейін немесе Бангкокта сағат 13:30-да жазамын. Сондықтан сіз оны кем дегенде кешке аласыз. Балалар, бүкіл сапарға айтпақшы, менің атым Патман Синати Раджа. Мен сенің жоғары деңгейдегі керемет бастығыңмын. Абдырап қалғандарыңыз үшін экраныңыздағы бұл сүйкімді адам кім? Жарай ма? Осы сапар барысында мен маңызды іске асырылдым және оны барлығыңызбен бөліскім келді. Жарай ма? Біріншіден, бүгінде барлығы өмір салты туралы айтады. Жарайды. Біз желілік маркетингтегі жетістік тарихы туралы айтып отырмыз. Біз Ferrari, 8,10 BMW, Mercedes, ең жақсы нәтижеге қалай жетуге болатыны туралы айтып отырмыз. Мен мұны түсіндім. Бұл соншалықты шабыттандырады. Мен күн сайын компьютерімде, Фейсбукте, WhatsApp'та планетаның түкпір-түкпірінен, Африкадан, Таяу Шығыстан, Орталық Азиядан, Түркиядан, Ресейден, Еуропадан, Азиядан, Үндістаннан, Шри-Ланкадан, Индонезиядан алатын дүние жүзіндегі көптеген табыс тарихы. Бірақ мен осы видеоны көріп отырған баршаңызға бір нәрсені жеткізгім келеді. Жарайды. Бүгін сіздер осы сәттілік туралы әңгімелерді тыңдайсыздар және бұл сізді шабыттандырады. Бірақ мен сізге бір нәрсені еске салғым келеді. Бүгін барын салып жатқандардың бәрі, бүгін BMW, Mercedes, Ferrari көліктерін басқаратындардың бәрі келіседі ме? Бүгін қымбат сағаттар сатып алып, бір сыныпта ұшатындардың барлығы дәл сіз сияқты бастады. Біз бәріміз, соның ішінде мен де 250, 500, 750 немесе 1000, 2000 доллар болсын. Бірінші чекті алдық. Түсіндің бе? Және бәрі бір нәрседен бастады. Олардың барлығы басынан бастады. Мен бүгін түсінемін. Көптеген желі қолданушылары өз презентацияларын жасаған кезде өздеріне деген сенімділік жетіспейді. Өйткені олар басқа табысты адамдар туралы әңгімелейді. Бірақ сіз өз тарихыңызбен бөлісу үшін әлі табысқа жете алмайсыз. Дато Виджай біздің тамаша жетекшіміз және тәлімгеріміз. Мен тіркелген күні маған керемет сабақ берді. Ол, Патман, сен миллионер болғың келе ме? Деді. Ол маған миллионер менталитеті деген ұғымды үйретті. Ол менен, бетмен, сен миллионер болғың келе ме? Деп сұрады. Мен 23 жаста едім. Керемет едім. Қарнымы ашты. Үлкен армандарым болды. Сондықтан менің жауабым сөзсіз иә болды. Бұл тегін болды. Ол кезде Виджай, сен Виджайды білесің ғой? Иә, Виджай мырза, мен миллионер болғым келеді. Бәрі жақсы. Сонда ол, миллионер болғың келеді деп айтпа, деді. Мені осы сөздерді қайталауға мәжбүр етті. Ол мені осы сөздерді айнаға жазуға мәжбүр етті. Мен сәрсенбідегі жазбамды көргеннен кейін әрқайсысын өз айнаңа жазғандарыңды қалаймын. Ол мені мына сөздерді айтуға мәжбүр етті. Мен миллионермін. Ол мені қазірдің өзінде миллионермін деп айтуға мәжбүр етті. Мен басында миллионер емеспін дегенім үшін абдырап қалдым. Менің банктік шотында 20 доллар бар. Мен сапарымды интернет арқылы енді ғана бастап жатырмын. Оның айтуынша, бұл маңызды емес. Бірақ ер адам, бәрі жақсы ма? Сен өз ойыңа еш күмәнсіз сенесің бе? Мен саған оның 16 жыл бұрын қойған сұрағын қойып отырмын. Бір күні кнет арқылы ақш долларымен миллионер болатыныңызға еш күмәнсіз сенесің бе? You are going to be a US dollar millionaire.
және менің жауабым иә болды. Және мұны көріп отырып, сіз иә деп жауап бересіз деп үміттенемін. Содан кейін ол, мұның қандай айырмашылығы бар? Егер сіз миллионер болатыныңызға 100% сенсеңіз, 1-2-3 жылдан кейін болсын, қазір мен миллионермін деп айтыңыз. Then say now that I am a millionaire. Мен үйге келіп, айнаға мен миллионермін деп жаздым. Мен бұл сөздерді бірінші рет тіркелмей тұрып, миллионер екеніме толық сеніммен қатты, сенімді түрде айттым. Бәрі жақсы. Өйткені мен онымен бірінші рет кездесіп, онымен сөйлестім. Содан кейін ол серіктес. Егер сіз осы жерде миллионер болсаңыз, онда миллионер болыңыз. Сонда сіздің банктік шотыңыз сәйкесінше өседі, деді. Міне, көптеген адамдар миллионер болғысы келетіндіктен жіберетін қателігі бәрі жақсы, бірақ сонымен бірге олар ештеңе емес. 1 минутқа. Олар ештеңе болмағандай жүреді. Олар кедей адамдар сияқты жүреді. Олардың өзіне деген сенімділігі, харизмасы, энергиясы, құмарлығы жоқ. Жарайма, сен, мен табыстымын, менің артымнан жүр деген діріл шығармайсың. Өйткені, сайып келгенде, дәл осы энергияны әлеуетті тұтынушымен кездескен кезде оған беру керек. Сондықтан, дәл қазір осы бейнені көріп отырғандардың барлығы, қай жерде болсаңыз да, менен кейін қайталаңыз. Мен миллионермін. Мен миллионермін. Дұрыс па? Және мұны күн сайын өзіңізге қайталаңыз. Мұны айнаға, ванна бөлмесінің айнасына, киім ауыстыратын бөлменің айнасына жазыңыз. Мына жерге жаз. Өйткені сенім бұл тек бастамасы. Өйткені сен адамдарға, маған қосыл, сонда сен оларға 100% сенетініңді көрсетпесең, миллионер боласың деп айта алмайсың. Солай емес пе? Міне, сен қазірдің өзінде миллионерсің. Сенің миллионер менталитетің бар. Содан кейін сіз миллионер менталитетін қалыптастырған кезде, мен миллионер менталитетімен айналыса бастағанда, Дато Шри маған одан да көп мүмкіндіктер берді. Ол, Патман, миллионер сияқты жүр, деді. Енді бұл түсініксіз. Солай емес пе? Өйткені сен менің қалай жүретінімді білесің. Ал ханымдар, мен қалай жүремін? Жарайма, бірақ ол маған былай деді. Бетмен, сен қазірдің өзінде миллионерсің. Қалай жүрер едің? Мен білмеймін дедім. Жарайды. Бетмен, ойын ойнайық. Бәрі жақсы. Мен, жарайды. Ойын ойнайық дедім. Ол, елестетіп көріңізші. Дәл қазір сіздің банктік шотыңызда миллион ақш доллары бар, ал сіздің жасыңыз 23-те, деді. Сіз қаланы қалай аралайтын едіңіз? Мен бүкіл әлем маған тиесілі сияқты сенімділікпен жүретінімді айттым. Мен қонақ үйлерге кіріп, олардың иесі сияқты адамдарды шатастыратынмын. Мен бәріне сәлем айтар едім. Барлығы, Құдай-ау, мынау иесі ғой деп жатыр ма? Мынау иесінің баласы ма? Бұл жігіт кім? Бәрі жақсы ма? Сенің қандай киім кигенің маңызды емес. Сен түсінесің бе? Егер сен әдемі көйлек киіп, жақсы киінсең, жағаңның артында қандай бренд бар екенін ешкім тексермейді. Егер сен барлық ханымдар үшін миллионер немесе миллионер сияқты әрекет етсең, осындай қалпыңды, сенімділігіңді сақтасаң, адамдар сені танымайды. Сен оларды өзіңнің жүріс-тұрысыңмен, сөйлеу мәнеріңмен, көзқарасыңмен қалағаныңның бәріне сендіре аласың. Жігерлі, даусында интонациясы бар. Бәрі жақсы ма? Сіздің күлімсіреуіңізбен, жалпы өмірге деген көзқарасыңызбен, сізде миллионер менталитеті бар. Өйткені бүгін сен өзіңнен гөрі техникалық жағынан табысты адамды жұмысқа алмақсың. Мүмкін сен аптасына $1000 табасың, ал сен сөйлесетін жігіт айына $10,000 табасың. Егер сіз комиссиялық чекті үстелге қоя алмасаңыз, енді бұл жігітпен қалай келісім-шартқа отырасыз? Сіз өзіңіздің квест шотыңызды ашып, оған $1,000,000 көрсете аласыз. Өйткені бәріміз мұны істей алмас едік. Бәрі жақсы ма? Ең басында ешқайсымыз табысқа жете алмадық. Өйткені біз басынан бастап табысқа жете алмадық. Сонда біз не істедік? Біз миллионер менталитетімен өмір сүрдік. Біз өзімізді миллионер менталитетімен көрсеттік. Бұл әлеуетті клиенттің сіз қанша ақша таптыңыз деп ешқашан сұрамауына әкелді. Сіз желілік маркетингтегі ең нашар сұрақ, әлеуетті тұтынушы сізден қанша ақша таптыңыз деп сұрағанда екенін білесіз бе?
Сіздердің көпшілігіңіз өтірік айтасыз. Мен мұны білемін. Көпшілігіңіз, ой, мен көп ақша таптым дейсіз. Менің жауабым, мен енді ғана бастадым. Әзірге мен өте жақсы жұмыс істеп жатырмын. Түсіндің бе? Маған өтірік айтудың қажеті жоқ. Мен қазірдің өзінде $1 миллион таптым деп айтудың қажеті жоқ. Сосын ертең ол менің Toyota көлігін айдап бара жатқанымды біледі. Өйткені мен бастаған кезде Toyota көлігін жүргізгенмін. Солай емес пе? Мен алдымен мотоциклмен жүрдім. Содан кейін Toyota, ескі Toyota. Содан кейін малайзиялық Proton көлігін BMW алғанша жүргіздім. Бірақ бұл сапарда мен біреумен бетпе-бет кездескенде, немесе сахнаға шыққанда, бұл миллионердің менталитеті болды. Мен жай ғана өз-өзіме қайталайтынмын. Әлеуетті клиентіме барған кезде, өзіме мен миллионермін деген сөздерді қайталайтынмын. Мен миллионермін, мен миллионермін, мен өзіме сенімді болғаным сонша, әлеуетті клиенттердің көпшілігі менен қанша ақша тауып жатқанымды сұрамады. Бұл жігіт менің өмірімде кездестірген ең табысты және ең сенімді адам екеніме сенді. Балалар, бүгін сіз көріп отырған барлық табыс тарихы, бүгінгі кінет желісіндегі барлық миллионерлер. Неге олар миллионерлер? Өйткені тіркелудің бірінші күнінен бастап, олардың сол жағындағы балансы нөлге, ал оң жағындағы балансы нөлге және комиссиялары нөлге тең болған кезде олар болды. Олар қазірдің өзінде ойша миллионер болды. Олар өздерін осындай көзқараспен, осындай энергиямен, миллионер менталитетімен ұстады. Мен сенің әрқашан сенгеніңді қалаймын. Датоси маған бұл сұрақты қойғанда, Пакман, сенің миллионер болатыныңа күмәнің болды ма? Мен күмәнім жоқ дедім. Мен миллионер боламын. Содан кейін мен миллионермін деген сөздерді айт. Бәрі жақсы ма? Өйткені басында өзіңе деген сенімділік керек. Өйткені сіз презентация жасаған кезде, сіздің презентацияңыздың қаншалықты жақсы екендігі маңызды емес. Үстелге қанша құжат қойғаныңыз маңызды емес. Маған немесе Даттосуы жәпеге қанша фотосурет көрсететініңіз маңызды емес. Бұл сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіз туралы. Егер сіз кінет арқылы миллионер болатыныңызға шынымен сенсеңіз, онда сіз бұл бейнені көргенде миллионерсіз. Мен сенің осындай сенімділікке ие болғаныңды қалаймын. Мен сенің осындай сенімге ие болғаныңды қалаймын және оны барлық жерде өзіңмен бірге алып жүргеніңді қалаймын. Мен саған айтамын, миллионердің менталитеті өшпейді. Жуынатын бөлмеде мен миллионер сияқты әрекет. Мен өз үйімде анаммен және ағаларыммен миллионер сияқты әрекет. Мен жалғыз қалғанда миллионер сияқты әрекет. Бұл актерлік өнер емес. Бұл белгілі бір дәрежеде актерлік өнер. Бұл бизнеске деген көзқарас. Бірақ егер сіз мұны жеткілікті ұзақ жасасаңыз, бұл шындыққа айналады. Сен түсінесің бе? Солай емес пе? Бұл шындыққа айналады. Бұл маған миллионер менталитетін үйретті. Содан кейін ол маған табысқа жету үшін қалай киіну керектігін үйретті. Мен бүгін жаман үлгі аламын. Солай емес пе? Өйткені мен Эд Хардимен бірге шорт пен сүйікті футболкаларымды киіп жүрмін. Жарай ма? Бірақ мен қазірдің өзінде мультимиллионермін. Түсіндің бе? Сондықтан маған осылай киінуге рұқсат етілді және мен әлі де өзіме сенімдімін. Мұны бәрі сезіне алады. Бірақ егер сіз осы бизнесті бастап жатсаңыз, презентация жасап жатсаңыз, табысқа жету үшін осылай киініңіз. Дұрыс киіну үшін бар күшіңізді салыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Жақсы костюм сатып алыңдар. Ақшаңды киінуге жұмса. Ханымдар, мен сізге бата алғаныңызды айтудың қажеті жоқ. Керемет көріну үшін көп нәрсе істей аласыз. Түсіндің бе? Бірақ әр презентацияға келесі Дато Шри Виджай Ишвардың немесе келесі Жапас Пишманың, Арун Джордждың, Адлидің, Сатидің алдында өнер көрсетіп жатқандай, Синати Раджаның келесі партиясын орындап жатқандай киініңіз. Түсіндің бе? Сен үнемі осылай әрекет етуің керек. Миллионер сияқты әрекет ет. Сонда әлем сені тыңдайды. Бәрі жақсы ма? Миллионер менталитетімен әрекет етіңіз. Сонда сіздің болашағыңыз сізден ешқашан қанша ақша тауып жатқаныңызды сұрамайды. Бұл тіпті үйде әйеліңізбен және балаларыңызбен бірге болу керек. Түсіндің бе? Миллионер менталитеті сіздің киіміңізге және осының бәріне миллиондаған ақша жұмсауыңыз керек дегенді білдірмейді. Мен бастаған кезде менде 3 көйлек пен 1 костюм болды. Бұл костюмді маған Пуна берді. Бірақ мен оны өзіммен бірге алып жүрдім. Бәрі жақсы ма? Адамды еркек ететін костюм емес. Костюмді ер адам жасайды. Мұны әрқашан есте сақтаңыз. Ал дәл қазір, балалар, мен және менің менталитетім табысқа жету үшін осылай киіну. Бәрі жақсы. Дато Шри маған үйреткен ең маңызды нәрсе
адамдармен қалай сөйлесу керектігін білу. Менде мұндай қабілет табиғи түрде болған емес. Мені әу бастан солай болды деп ойламын. Осы 3 сәтте сәрсенбідегі осы хабарламада сіздермен бөліскім келеді. Жарай ма? Миллионердің менталитеті жетістікке жету үшін қалай киіну керектігін білу және адамдармен қалай сөйлесу керектігін білу. Бұл менің ереже қабылдағанымды білдіреді. Мен бәрімен сөйлесуді тәртіпке келтірдім. Мен қайырлы таң деп айтар едім. Жақсы көйлек деп айтар едім. Мен дәліздегі қонақ үйден бастап, такси жүргізушісіне дейін, Никс үстеліндегі жігітке дейін, кез келген адаммен сөйлесуді бастар едім. Бәрі жақсы ма? Мен кіммен кездесем де, адамдармен сөйлесуді әдетке айналдырдым. Балалар, сендер сетевиксіңдер ғой, оянып, кофенің иісін сезіңдер. Бәрі жақсы ма? Сен мұны әдетке айналдыруың керек. Мен сенің ұялшақ екеніңді білемін. Бүгінгі күнәтегі миллионерлеріміздің көбі, мен олармен 16 жыл бұрын, 10 жыл бұрын, 13 жыл бұрын кездескен кезімде бірде-бір тірі жанмен сөйлесе алмаған. Бірақ олар бұл әдетін дамытты. Дато Шри Виджай бізге әдетке айналуы үшін адамдармен жай ғана сөйлесу керек деген ойды сіңірді. Және бұл сіздің есімсіздігіңізді арттырудың ең жақсы жолы. Іздеумен айналысыңыз. Түсіндің бе? Сен жай ғана адамдармен сөйлесесің. Бұл сіздің әдетіңізге айналсын. Сен аялдамада тұрсың. Қайырлы кеш. Қалайсың? Кез келген тақырыпты ойлап табыңыз. Мен бәрінен сағат неше болды деп сұрайтынмын. Мен аялдамаға дейін жаяу баратынмын. Мен колледжде оқып жүргенімде бұл қыздармен танысудың жақсы тәсілі еді. Жарай ма? Бәрі жақсы. Мен әдетте аялдамаға баратынмын. Әдемі қызды көретінмін. Сағатымды шешіп, ақымақ, сүйкімді ақымақ сияқты тұратынмын. Мен, кешіріңіз, уақытыңыз бар ма? Деймін. Жарайды. Келесі сұрақ. Сіз мұны қалайда айналып өтесіз бе? Мен сені бұрын көрмегенмін. Сен әңгімені бастайсың. Бүгін сөйлесетін адамдардың 80% саған телефон нөмірін береді. Бәрі жақсы ма? Ең сорақысы, мен телефон нөмірімді беремін. Мүмкін олар қоңырау шалатын шығар. Бәрі жақсы. Сәрсенбідегі бұл хабарлама сізді өмірге деген дұрыс көзқарасыңызға, сіз ойлаған ойлау тәсіліңізге қайтарады. Түсіндің бе? Бірінші, миллионер менталитеті. Мен миллионер боламын ба? Жоқ, мен миллионермін. Және бұл бәріне әсер ету керек. Қалай киінуің, қалай отыруың, қалай сөйлесуің, презентация жасауыңда әр қырынан миллионерден бір нәрсе болуы керек. Миллионер. Мен миллионермін. Сіз бұл сөздерді дауыстап айтуыңыз керек. Екіншіден, сәтті болу үшін киініңіз, балалар. Көш сал. Көйлегің 10 жаста болса да, оны ақырын үтіктеп, ішіне тығып ал. Бәрі жақсы. Дұрыс киім киіп ал. Табысқа жету үшін киімге көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Адамдар саған қарап, «Вау» деп айту керек. Сен қазірдің өзінде болашаққа бет бұрып жатырсың. «Вау». Түсіндің бе? Сен шайқастың жартысын жеңіп алдың. Бірінші әсерге сүйенсек, сен шайқастың жартысын жеңіп алғансың. Сонда сен сенімді сөйлеуің керек. Бәрі жақсы ма? Егер сізде миллионер менталитеті болса, табысқа жету үшін киініп, көшеде, мейрамханаларда, лифтте барлығымен және барлығымен қарым-қатынас жасау үшін өмірдегі мантраңызды жасаңыз. Бұл мен ешқашан түсінбейтін психология. Лифтте бәрі тыныш, ал мен түсінбеймін. Мен лифттегі барлық адамдармен сөйлесемін. Бәрі жақсы ма? Өйткені сіз қонақ үйде болсаңыз, ғимаратта болсаңыз, лифт әлеуетті клиенттермен кездесу үшін ең жақсы орын болып табылады. Өйткені олар есік ашылмайынша қашып құтыла алмайды. Түсіндің бе? Бірақ қазіргі қоғам әлдеқайда ашық. Қазір жағдай 10-20 жыл бұрынғыдай емес. Барлығы нөмірлермен алмасады және сіз алған әрбір нөмір сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыздың тізіміне енеді. Осылайша сіз презентацияға назар аудара аласыз және ешқашан өзіңізді ақтай алмайсыз. Адамдар жетіспейді. Бұл миллионердің менталитеті. Мен миллионермін. Табысқа жету үшін осылай киініңіз. Жақсы көрінуге тырысыңыз. Бәрі жақсы ма? Үшіншіден, мұны мантраңызға, өмірлік көзқарасыңызға немесе миссияңызға айналдырыңыз. Сіз оянған сәттен бастап және ұйықтағанға дейін адамдармен сөйлесесіз. 1 сағат мауна, Дато бізге үйреткенде, қалған уақытта сіз сөйлескеніңіз жөн. Өйткені біз желідеміз. Маркетинг бөлімінің жігіттері. Бұл әңгіме туралы және сіз кез келген адаммен, қай жерде болсаңыз да, кез келген мүмкіндікте сөйлесуіңіз керек. Бұл келесі Сати болуы мүмкін. Бұл келесі Арун болуы мүмкін. Бұл келесі Али болуы мүмкін. Ендеше, алтын мүмкіндікті неге жіберіп алмасқа? Балалар, сендер миллионерсіңдер ғой. Мына сөздерді айтсаңдаршы. Мен миллионер боламын. Дәл қазір не болып жатқанын ескерсек, бұл керемет.
Бұл ең қызықты оқиға және уақыт өте жақсы өтті. Дәл қазір оған назар аудару керек. Менің бейнем Facebook парақшамда пайда болды. Ол барлық жерде пайда болды. Бұл қандай жақсы түбі бар екенін түсініп, оны пайдаланыңыз. Неге? Ақша. Бұл сізді миллионерге жақындатады. Жоқ, сен қазірдің өзінде миллионерсің. Есіңде ме? Мен миллионермін. Сондай-ақ, алғашқы 3 аптада біліктілікке ие болғандар үшін 250 ақш доллары көлеміндегі сыйақы қоры жақсы. Сондықтан, бұл тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сөзді таратыңыз, оны өз пайдаңызға пайдаланыңыз. Аспаз тай тілінде Копкунка дейді. Көп рахмет. Мен келесі 2 күнді Таиландта рок нролмен өткізіп, содан кейін Малайзияға ораламын. Сондықтан есегіңді көтер. Ол жаққа бар. Презентация. Сізде миллионер менталитеті бар. Табысқа жету үшін киініп, адамдармен араласыңыз. Бұл сізге керек нәрсе, балалар.